Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз баклажан мен картоп қуырылған тағам дайындайтын боламыз. Бізге керекті ингредиенттер: баклажан, сәбіз, картоп, пияз және қызанақ болса, оны да қоссаңыздар болады. Мінекей, дәл осылай барлық өнімдерімізді майдалап турап аламыз. Егер сіздер болгар бұрышын, тәтті бұрышты жақсы көрсеңіздер, оны да қоссаңыздар болады. Ол өте ерекше дәм береді. Осылайша барлық өнімдерімізді майдалап туралап дайындап аламыз. Одан соң кастрөлге майымызды салып, пиязымызды, қызанақ, сәбізімізді жақсылап тұрып қуырып аламыз. Жақсылап араластырып отырыңыздар, күйіп кетпесін. Келесі кезекте бізде баклажан. Баклажанды да дәл солай араластырып отырып, аздап қана қуырып аламыз. Қалауыңызша тұз салып, лава жапырағын қоссаңыздар да өте ерекше дәм береді. Дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Мінекей, дәл осылай картопымызды салдық, турап алдық. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Осылайша картопымызды салып, оны да аздап қана қуырып аламыз. Одан соң өте баяу отта пісіретін боламыз, картоп дайын болғанша. Мінекей, біздің тағамда дайын болды. Өте дәмді шықты, иісі деген баклажанның керемет қой. Осылай дастарханымызға ұсындық осылай. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.